Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Тұран Рысқұлов атындағы орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінен қашықтан оқыту үдерісіндегі 10 күндіктің ашылуы. Тақырыбы қазақ тілі, ақыл-ой дамуының негізі және өмірдің барлық саласы қамтарлық әлеуетті тіл. Мақсаты оқушылардың тілдік қорын, дүниетанымын дамытып, өз ойын көркем және жүйелі жеткізу дағдысын қалыптастырып, мемлекеттік тілге құрмет сезімін ұштау. 10 күндіктің жоспарында әртүрлі үлгілі онлайн сабақтар және атаулы күндерге арналған шаралар қамтылды. Құнанбайұлы күз. Сұр болып, түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса зәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңдадал дос өз теңіңнің ішінен. Жүргендер көп, достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Сәлеметсіз бе? Менің. Есімім Алихан. Мен қазақша сөйлеймін. Сен де Қазақша сөйле. Несіпбек Айтылып, ана тілім. Ана тілім жүрегісің анамның, жүрек ана мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мына қажетіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын, егер ана тілімді білмесем. Сенің арқаң дүниеде сұрықсам, сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе, туған тілім егер сені ұмытсам. Біздер үшін қазақ тілінің мәртебесі жоғары. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Кімде-кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Аталардың аманатына адал болайық, ағайын.